Саламатсыңдар ма? Бүгін 155-ші сабақты өтеміз. Тақырып бұрыштарды өлшеу. Бірінші тапсырмада оқиғалар қай ғасырда орын алғанын анықта. Мұнда рим цифрларымен бейнеленген сандар бар, яғни ғасырлардың. Енді айтады, 1799 жыл мына жердегі қай ғасырға тиесілі? 1799 жыл ол бізде 18-ші ғасыр. 1876 жыл дегеніміз ол бізде 19-шы ғасыр болады. Ал 1889 жыл ол бізде 18-ші ғасыр болады. Ол бізде жаңа заманға жатады. Міне, жаңа заман 18-ші, 19-шы ғасырлар, иә? Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада қай кесінді ұзын екенін қалай анықтауға болады? Қай бұрыштардың градустық өлшемі үлкен екенін қалай анықтауға болады? А тапсырмасында біз сызғыштың көмегімен оның ұзындығын есептей аламыз. А-ның ұзындығы сызғыштың көмегімен есептедім, ол 2,5 сантиметрге тең. СО дегеніміз 1,5 сантиметр. Л кесіндісі ол да 2,5 сантиметрге тең. Сонда ең кіші бізде СО кесіндісі. Мына берілген бұрыштарды, яғни АОБ, СМЛ, КФС бұрыштарын біз арнайы құралдың көмегімен өлшейміз. Мінекей, ол құралымыз транспортер деп аталады. Бұл бұрышты өлшеуге арналған арнайы құрал. Біз бұрыштың төбесін аламыздағыны мына транспортердің мына жердегі центрінен сәйкестендіріп орналастырамыз. Сонда оның қанша градусқа тең екенін анықтай аламыз. Сонда біз анықтай аламыз. Ол тік бұрыш жасаса, ол бізде мінекей 90 градус. 90 градустан кіші болса, ол бізде сүйір бұрыш болады. Ал 90 градустан үлкен болса, ол бізде доғал бұрыш. Енді тапсырмамызға оралайық. Мен мұнда сендерге өлшеп көрсеттім. АОБ бұрышы бізде 75 градусқа тең. Бұл сүйір бұрыш. СМЛ бұрышы да 70 градусқа тең. Ол да сүйір бұрыш. КФС ол 55 градусқа тең. Бұл да сүйір бұрыш болады. Келесі тапсырмаға қарайық. Оқушы МОН бұрышын өлшеді. Нәтижесінде 30 градусқа тең екенін анықтады. Ол дұрыс өлшеді ме? Міне қараймыз. Бұрыштың төбесі транспортердің центріне орналастырамыз. Бізге МОН бұрышын анықта деген. Ол бізде 90 градустан үлкен бұрыш. Сонда ол доғал бұрыш болуы тиіс. 30 градус дегеніміз ол мына жақтағы бұрышты айтып тұр, мына жақтағы. Ал бізге мына жақтағы доғал бұрышты есептеу қажет. Ол міне үстіңгі жағында тұр, 150 градусқа тең. Сонда бұл оқушы есепті қате есептеді. Есептің жауабы МОН бұрышы 150 градусқа тең. Төртінші тапсырма. Бұрыштарды өлше, атауы мен градустық өлшемін жаз. Мына бұрыш АБС деп аталады. Мұның градустық өлшемі 130 градусқа тең болады. Яғни өздерің транспортердің көмегімен есептесеңдер болады. Бұл бізде 90 градустан үлкен доғал бұрыш болады. DHE бұрышы. Ол бізде сүйір бұрыш. Ол бізде 30 градусқа тең. PQR бұрышы. Ол бізде 100 градусқа тең. Бұл да доғал бұрыш. Соңғы MNO бұл бізде 120 градусқа тең. Бұл да доғал бұрыш екен. Келесі тапсырма. Тік, сүйір және доғал бұрыштарды тауып өлшейді. Транспортерді аласыңдар және мұндағы әрбір бұрыштарды өлшейсіңдер. Бірінші, мынау бізде тік бұрыш. Келесі мұнау доғал бұрыш. Мұнау бізде сүйір бұрыш болады. Мұнау да бізде сүйір бұрыш. Мұнау бізде доғал бұрыш. Мұнау жер сүйір бұрыш болады. Мұнау доғал бұрыш. Мұнау да сүйір бұрыш болады. Ал мұнау 90 градустан үлкен, бұл да доғал бұрыш болады екен. Мұнау бізде сүйір бұрыш. Мұнау да сүйір бұрыш. Мұнау да, ал мұнау тік бұрыш болады.
Мынау бізде сүйір бұрыш, мынау тік бұрыш, мынау да тік бұрыш. Міне балалар, дәл осылай мына жақтың барлығын транспортердің қойып, өлшеп шықсаңдар жеткілікті. Келесі тапсырмаға көшейік. Есепте және тексер. Мінекей балалар, берілгенін жазып алдан баған түріндегі орындалуы осылай болады. Өз жауаптармен салыстырыңдар. Алғашқы 6 өрнек, келесі. Міне. Мынаның жауабы, мынау көбейтінді, мынау бөлінді, және соңғы 3 амал. Видеоны тоқтатып, түсініп қарап алсаңдар болады. 7-ші тапсырмада өзің сызып көр дейді. Егер үшбұрыштардың барлық қабырғаларының ұзындықтары белгілі болса, циркул және сызғыштың көмегімен үшбұрышты қалай сызуға болатынын қара. Бізде әртүрлі қабырғалы үшбұрыш берілген. 5, 4, 3. Алдымен 5 сантиметрлік кесінді сызып аламыз. Енді бізде циркул бар ғой. Оның мынандай міне 2 таяқшасы болады, бірінші және екіншісі. Соны сызғышқа қоямыз дағыны 4 сантиметр өлшеп аламыз. Сосын мына центріне қойып, мына жағынан 4 сантиметрге тең етіп, доғал кәдімгі сызық сызамыз циркулмен. Келесі, мына жағынан циркулды тіреміз дағыны 3 сантиметр, мына жақтан былай қарай 3 сантиметр ашып аламыз дағыны, тағы да сызамыз. Енді мына жақты сыздық, мына жасылды сыздық, осы 2 сызған жерді белгілеп, яғни қиылысқан жерді белгілейміз дағыны, тікелей кесінді сыза саламыз. Сонда 4 сантиметрде 3 сантиметрлік міне 3 бұрыш сыза аламыз. Өте оңай, түк қиындығы жоқ. Келесі 8-ші тапсырма. 8 жігіт қазақша күрестен сайысқа қатысты. Олар бір-бірімен түгел бір реттен күресіп шықты. Сонда неше белдесу болды? Мінекей балалар, бізде 8 жігіт бар. Әр қайсысы, яғни 8 жігіт бір-бірімен бір реттен күресіп шықты. Яғни бірінші жігіт басқа 7 жігітпен, ал екінші жігіт келесі 6 жігітпен, үшінші жігіт 5 жігітпен, солай 4, 3, 2, 1 деп күресіп шығады. Сонда барлығын қоссақ 28 болады. Есептің жауабы 28 рет белдесу болды. Есеп шықты. 8-ші тапсырма. Бұрыштардың өлшемін анықтап жаз. Берілгеннен 20 градусқа үлкен бұрыштар сыз. Бізде мына бұрыш НКМ бұрышы деп аталады. Мына жердегі өлшемі транспортердің көмегімен қойып есептейміз. Ол бізде 40 градусқа тең. СД бұрышы. Бұл да бізде 40 градусқа тең. Енді бізден сұрап тұр. 20 градусқа үлкен бұрыш сыз деп. Мына 40-қа 20-ны қосамыз, сонда 60. Былай қарай центрінен 60 градус транспортерді қойып, осылай үлкенірек, яғни 20 градусқа үлкен бұрыш сызамыз. Сонда мына бұрыш бізде 60 градусқа тең болады. Есебіміз шықты. Барлық есеп түсіндірмесімен және жауаптармен көрсеттім. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.